Баршаңызға сәлем, сіздермен пайдалы кеңестер арнасы. Белсендірілген көмірдің пайдасы. Ең алдымен арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Белсендірілген көмірдің бүгінгі күнге дейін өнеркәсіп пен медицина саласында қолданылып келеді. Бүгінде аталмыш дәріні аруларымыз сұлулық әлемінде де пайдаланып жүр. Себебі оның адам ағзасындағы зиянды заттарды жақсы сіңіретін өзгеше қасиеті бар. Оған дәлел 1811 жылы атақты француз химигі Мишель Бертран жасаған тәжірибе дәлел бола алады. Мишель дозасы тым жоғары уды ішеді, бірақ онымен бірге белсендірілген көмірді қабылдаудың арқасында химик тірі қалады, сондай-ақ өзін бір қалыпты сезінеді. Атақты ғалымдардың тұтынуымен өмірге келген кішкентай ғана қара таблеткалардың арқасында ағза одан және түрлі жағымсыз әсерлерден аулақ болады. Сонау ғасырлардан бүгінгі күнге дейін қолданыста болған дәрі заманауи өмірде де трендтен түспей келеді. Сонымен белсендірілген көмірдің сіздің сұлулығыңыз үшін жасайтын ғажайыптармен таныс болыңыз. Артық салмақтан арылтады. Артық салмақтан арылуды ойлаған сұлуларымыз тиімді құрал ретінде белсендірілген көмірді қолданады. Расымен де, оның артық майлармен күресуге ықпалы жетеді. Ол ішектегі шлактар мен токсиндерден құтылуға және салмақ тастауға жәрдемдеседі. Екінші, жағымсыз иісті жояды. Тоңазытқыштағы жағымсыз иістер мен үй шаруасындағы әйелдер үшін жиі кездесетін мәселе. Оның себебін табу және шешу қиынға соғуы мүмкін. Себебі тоңазытқыштағы жағымсыз иістер қанша жусаң да жойылмауы мүмкін. Мұндай жағдайда белсендірілген көмір сұр нанды пайдалану керек. Таблеткаларды ұнтақтап, нанның арасына салып, тоңазытқыштың барлық сөресіне қойып шығыңыз. Осы әдістерден кейін тоңазытқышта мүлдем иіс қалмайтын болады. Сондай-ақ үшінші әдіс үй қабырғаларын көгеруден сақтайды. Ылғалдылығы жоғары жерлерде уақыт өте келе зеңдер мен саңырауқұлақтар пайда болады. Ал олардан дер кезінде құтылу қиынның қиыны. Алайда бұл қолайсыздықты белсендірілген көмір таблеткалары шеше алады. Мысалы, асхана және жуынатын бөлме, терезе төсеніштер сынды ылғалдылық деңгейі жоғары жерлерде белсендірілген көмір таблеткаларын қолдануға болады. Сондай-ақ табиғи су сүзгісі. Көмір өндірісті қалдықтар мен судағы химиялық заттарды жақсы сіңіреді. Сол себепті суды тазарту үшін белсендірілген көмір таблеткаларын қолдануға рұқсат береді. Сондай-ақ сіз белсендірілген көмір арқылы жағымсыз иістерді кетіріп қана қоймай, бөлме ауасын тазарта аласыз. Күнделікті тұрмыста қолданып жүрген ауа тазартқыштар ағзаға қауіпті екенін бәрі біледі. Ал біз пәтердегі сүйікті хош иісті мүмкіндігінше тұрақты ұстап тұрғымыз келеді. Егер де үйіңіздің хош иісін сақтағыңыз келсе, белсендірілген көмір таблеткасын эфир майына салып, оны пәтердің әр бұрышына қойыңыз. Осылайша сіздің үйіңіз жұпарлығы 2 еселене түседі. Сондай-ақ бағасы жоғары сенсациялық қара масканы белсендірілген көмір арқылы дайындауға болатынын білесіз бе? Ендеше хабар болыңыз. Активтендірілген көмірдің 3 таблеткасын ұнтақтап, қоспаға 3 қасық су мен желатин қосып мұқият араластырыңыз. Алынған затты терінің проблемалы жеріне жағып 15 минут күтіңіз. Аздаған уақыт ішінде жүзіңізде сәл де болсын өзгеріс бар екенін аңғаратын боласыз. Сондай-ақ масаңдыққа қарсы тұрады. Кейде көңілді кеште алкогольді ішімдік тұтынған болсаңыз, таңертең бойыңызды билейтін жағымсыз сезімнен де таныс боларсыз. Қиын жағдайдан шығудың жолы оңай. Таңнан қара кешке дейін тынымсыз тірлік істеуіңізге көмірдің бар болғаны бір ғана таблеткасы жәрдемдеседі. Ал әлсіздікке, бастың ауруына және жүректің айнуына жол бермейді. Белсендірілген көміртегінің қосылған мұз текшелері теріні сергітіп қоймай, жасартатын, сонымен қатар май безерін қалыпқа келтіретін қасиеті бар. Мұндай мұзды дайындау үшін ұсақталған көмір таблеткаларын сумен араластырып, яғни 100 грамм суға 1 таблетка қалыпқа салып қоясыз да, дайын болған мұз текшелерін таңертең жууға қолдансаңыз болады. Сондай-ақ белсендірілген көмірдің сіңіргіш қасиеті шаш фолликулалары мен бас терісін тазартудың тиімді әдісін көрсетеді. Ұсақталған көмір таблеткасын сусабынның бір бөлігіне жағып, шашыңызды қоспамен жуыңыз. Бұл процедура майлы жылтырды жояды және таза шаштың әсерін ұзартады. Сондай-ақ белсендірілген көміртегі
теріні тазартып таптырмас құрал. Бір таблетканы ұнтақтаңыз да, алынған ұнтақты сұйық балмен араластырыңыз және дайын болған скрабты денеңізге жаға беруіңізге болады. Ондай құрал әбден буланған теріге жақсы жағылады. Аталмыш қоспаны аптасына 1 рет қолдансаңыз жеткілікті. Менің берген ақпаратым бүгін пайдаңызға жарады деген үміттемін. Рахмет, сау болыңыз.